Төрт балалы аналар 53 жасында зейнеткерлікке шығуы мүмкін. Бұл мүмкін бе? Әбден мүмкін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әйелдердің зейнет жасын төмендету туралы көптен бері айтылып келеді. Жуырда Қазақстан Халық партиясы фракциясының депутаттары 4 бала тәрбиелеген аналардың зейнет жасын 53 жасқа дейін төмендетуді ұсынып отыр. Фракция мүшесі Гаухар Танашеваның пікірінше, неке және отбасы туралы заңда көп балалы отбасы мәртебесін өмір бойы бекіткен жөн. Себебі қазір көп балалы отбасының тұңғышы 18 жасқа толғанда бұл жанұя көп балалы отбасы деген мәртебесінен айырылады. Тиісінше оларға көп балалы отбасыларға арналған мемлекеттік жәрдемақы, қалған 3 баласы кәмелетке толмаса да төленбейді. Осыған байланысты біз 4 және одан да көп баласы бар ата-аналарға балаларының жасына қарамастан көп балалыларға берілетін жәрдемақыны кенже бала кәмелетке толғанға дейін беруді қарастыруды ұсынамыз, деді Танашева. Бүгінде көп бала туған аналарға қаншалықты жағдай жасасақ та артықтық етпейді. Депутаттың бұл ұсынысы ақ самай ағарған аналарға майдай жағары анық.